ескісін есіркеп жаңасын жаратқасын. Қазақтың бір қылықтарына таң қаласың, ал иманына бір тамсанасың да. Орамалға қарсы шығып жүреді қазақтар. Бірақ именно Құран оқылған кезде, Құранның дауысы шыққан кезде не істейді? Айтпай қарындастарымыз бастарына бір салфетка болсын, шүпірек болсын қоя салады. Аллаға шүкір, бір иманның бары ол. Және де осы жақында ғана мынау әлеуметтік желіде тарады, көрген шығарсыздар. Не істеді? Хэллоуин ба, бір бал маскарад па, сондай бір мейрам болған. Сол кездегі біздің Қазекең не істеп отыр? Түрлері жаңа неше түрлі қорқынышты ана түрлеріне қарасаң. Неше түрлі персонаждар, анау Европалық, Западтың жаңа персонаждар ғой, жарайды біздің бір батырлардың персонажы болса бір жөн екен бар. Сол Европаның салт дәстүрін, мәдениетін бізге әкеледі да, сол кезде бір бата жасаған кезде бәрі аумин деп қолдарын көтеріп дұға жасап отыр да. Енді түбінде бұларға шүкір дейсің ғой, әйтеуір Құдайға шүкір. Бірақ неліктен біз батыстың болмаса жаңағы Американың мәдениеті керек? Неліктен біз оны өзіміздің жастарға дәріптейміз? Біз өзіміздің салт дәстүріміз неге дәріптеспейміз? Осындай мейрамдарда неге біз өзіміздің батырларымызды, әйел батырлар бар, ер батырлар бар. Неліктен біз осы қазақтың бір нышанын осындай мейрамдарда көрсетпеске? Не де болса да, осылай бір қаншама неше түрлі персонаждарды көрсеткенмен мұсылманшылығын жоғалтпаған Қазекеме рахметімді айтамын.